Математикадағы оқушылар, біз жалпы өткен сабақтарымызда айттық, комплекс санға кез келген амалдарды қолдана аламыз дедік. Негізгі білетін 4 амалымыз бар. Қосам, азайтам, көбейтем, бөлем деген. Және біз дәрежеге шығара аламыз дедік. Сол сияқты квадрат түбір таба аламыз. Мысалы, 15 плюс 8 комплекс санның квадрат түбір табыңыз дейді. Яғни z-тен болады түбір астында 15 плюс 8i деген сөз. Квадрат түбір табу керек. Берілген саннан квадрат түбір табу үшін теңдіктің екі жағын квадраттаймыз. Яғни z-тің квадраты тең болады 15 плюс 8i деген сөз. Біз z-те отырғанымыз не? X плюс y-ге. X плюс y-дің квадраты тең болады 15 плюс 8i-ға. Арғата a плюс оның квадратымен ашамыз. X квадрат плюс 2x y минус y квадрат тең 15 плюс 8i-ға. Арғата біз не істейміз? Нақты бөлікке нақты бөлікті, жорамал бөлікке жорамал бөлікті теңестіреміз. Яғни x квадрат минус y квадрат 15-ге тең болу керек, 2x y 8-ге тең болу керек. Міне жүйені құрдық. Осыдан екіншісінде x-ті немесе y-ті, яғни біреуін екіншісі арқылы өрнектейміз. Мысалы, x-ті өрнектейік. 4 бөлінген y квадрат, осыны әкелеміз де бірінші теңдікке қоямыз. 4 бөлінген y-тің квадраты минус y-тің квадраты тең 15-ге. Ашамыз. 16 минус бөлінген y квадрат минус y квадрат тең 15-ге. Ортақ бөлімге келтірейік. Сонда не болады? 16 минус y-тің 4 дәрежесі тең 15 y-тің квадраты. Бәрін теңдіктің оң жағына шығарайық. Сонда y-тің 4 дәрежесі плюс 15 y-тің квадраты минус 16 тең 0-ге деген шығады. Арғата бет теоремасымен тауып алайық. Мына жаққа қарай жазайын. Y-тің квадратын t деп алсақ, онда бізде t квадрат плюс 15t минус 16 тең 0 болады. Осыдан t1 t2-ні табайық. Ветпен тапсақ, көбейтіндісі минус 16-ға тең, қосындысы минус 15-ге тең сан. Қосында қарама қарсыдан ба, көбейтінді сол күйінде с деген сан. Ол бізде не севады? 16-ға 15-ге тең болатын. 4 пен 4 бар, 8 пен 2 бар. 16 мен 1 бар екен, 16 мен 1 бар. Так, минус 16 болу керек, минус 15 болу керек. Сәйкесінше минус 16 болады. Осыдан енді тізе отқан не? Y квадрат. Сонда менде қандай шығады? Y квадрат тең минус 16, Y квадрат тең 1 деген теңдеу шығады. Арғата Y квадрат минус 16-ға тең болса, Y табылмайды. Себебі Y деген не? X, Y дегеніміз ол бізде нақты сандар. Сондықтан Y квадрат минус 16-ға тең болса, Y 4i деп жазып кетуге болмайды. Y квадрат тең 1 болса, Y тең плюс минус 1 деген 2 түбір шығады. 2 түбір. Енді қараңыздар, егер Y 1-ге тең болса, онда X неге тең болады? Бірінші дейік. Так, мынағы бізде X дегеніміз 4 бөлінген 1, яғни неге тең? 4-ге тең. Егер Y минус 1-ге тең болса, онда X2-міз 4 бөлінген минус 1, ол бізде минус 4-ге тең. Сонда Z-тің 2 мәні шығады. X 4-ге тең болғанда Y 1-ге тең. X пен Y бірінші X жазылады, екінші Y жазылады. Орындан ауыстырып жіберуге болмайды. 4 плюс 1i. Z2-міз минус 4 минус i. Сөйтті ғой, міне осындай 2 квадрат түбір шығады деген сөз. Квадрат түбірден осындай 2 мән шығады деген сөз. Так, сабақ осы. Енді қараңыздар. Егер сіздерде шығарған есебіңізге күмән болса, мысалы 4 плюс i деген дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты, онда не істейміз? Тексереміз. Қалай тексереміз? Квадраттаймыз деген сөз. Түбір табам, сәйкесінше квадраттасам, сол сан шығу керек қой. Яғни 4 плюс i-ді квадраттап қарайық. 16 плюс 8i плюс i квадрат болады. I квадрат минус 1-ге тең 15 плюс 8i. Дұрыс па? Міне 15 плюс 8i бізде дұрыс деген сөз. Дәл сол сияқты минус 4 минус i-дің квадраты болса, 16 минус пен минус плюс 8i плюс i квадрат. Яғни не шығады? 15 плюс 8i. Дұрыс па? Дұрыс. Демек, тапқан Z1, Z2-міз дұрыс деген сөз. Яғни, өздеріңіздің шығарған есептеріңізді осылай комплекс саннан түбір тапқаннан кейін, егер сізде күмән болып тұрса, что-то дұрыс емес сияқты, қате шығарған сияқтымын деген сияқты күмән болса, онда не істейміз? Сол шыққан мәнді квадраттап тексереміз. Яғни квадраттағаннан кейін ықшамдаймыз. Ықшамдаған кезде біздің бастапқы комплекс саны шығып тұрса, демек есепті дұрыс шығардық деген сөз. Ал егер бастапқы комплекс саны шықпаса, сәйкесінше қате шығардыңыз деген сөз. Түсінікті болар, саннан комплекс саннан квадрат түбір табу осы. Так,
сабақты аяқтаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырасыздар. Әзірге осы, сау болыңыздар.